Конституцияға енгізілетін түзетулер жобасының 4 бабының 6 тармағы елдің экономикалық дамуына қатысты мәселелерге арналған. Осы мақсатта республика аумағының жекелеген бөліктерінде немесе олардың шегінде арнайы құқықтық режим енгізу мүмкіндігі көзделіп отыр. Мұндай режим қаржы саласында немесе даму қарқыны озық қаласында қолдануы мүмкін. Яғни, бірінші жағдайда 18 жылдан бері табысты жұмыс істеп келе жатқан Астана халықаралық қаржы орталығы туралы болса, екінші жағдайда Алатау қаласы жөнінде айтылып отыр. Осыған байланысты қаржы орталығына қатысты норманы елдің негізгі заңының қазіргі редакциясынан алып тастау ұсынылады. Бұл тәсіл мемлекеттің унитарлығы, оның аумақтық тұтастығы туралы қағидаттарды сақтай отырып, экономикалық мәселелерді шешуге және инвестициялық ахуалды жақсартуға мүмкіндік береді. Бұл шешім орнықты, әрі болжамды конституциялық құқықтық негіз қалыптастыруға бағытталған. Аталған мәселені конституциялық заң деңгейінде нақтылауға болады. Екіншіден, Конституцияға енгізілетін түзетулер жобасының 13 бабында заңда көзделген жағдайларда заң көмегі бекітілген. Заң көмегін көрсету түрлерін тегін деген сөзбен шектемей, оны заң аясында қарастыру ұсынылады. Бұл бір жағынан кепілді заң көмегі мемлекет есебінен жүргізілетін, ал екінші жағынан адвокатура және өзге де заң қоғамдастығы өкілдері оны өз қаражаты есебінен дербес көрсете алатынымен байланысты. Бұл дегеніміз халыққа, әсіресе әлеуметтік осал санаттары үшін заң көмегін көрсетуді әр түрлі нысандарын дамыту. Осы орайда қорғау құқығы еліміздің азаматтары үшін негізгі іргелі құқықтарын бірі ретінде өзгерістер қалатынын атап өткім келеді. Үшіншіден, осы тұрғыда сот санкциясыз ұстау мерзімін ұзақтығына да назар аударғым келеді. Конституцияның 16 бабына енгізілетін түзетулер жобасының ұсынылған редакцияда ұстау мерзімін нақтылау шамадан тыс көрінеді. Бұл жөнінде де бұған дейін бас прокуратура өкілде атап өткен болатын. Қолданыстағы Конституция шартсыз түрде адамның заңсыз ұсталуын сот арқылы қорғауға және бақылауға кепіл береді. Бұл заң шығарушыға ұстаудың негізделген шекті мерзімдерін тиісті заң шеңберінде бекіту негіз береді. Осыған байланысты Конституция аясында шамадан тыс нақтылауды алып тастау ұсынылады.